сіздер ме? Сіздердің назарларыңызға табиғат жағдайындағы тау жыныстары және минералдардың қасиеттері тақырыбындағы практикалық сабақты ұсынып отырмын. Бұл практикалық сабақты табиғат аясында өткізудегі мақсатым балалар тау жыныстарын өздері іздеп тауып, минералдардың қасиеттерімен, оның құрамымен, оның жіктелуімен, сызылғыштығы, иілгіштігі, түсімен, мөлдірлігімен, өз беттерімен танысатын болады. Сәлеметсіздер ме, балалар? Біздер өткен сабақта өткендегідей, бүгін біздер табиғат аясында практикалық сабақ өткендеріміз тау жыныстары және минералдар. Біздер өткен сабақта тау жыныстары деген сабақ өтті, балалар, солай ма? Жер қыртысын толтырып жатқан әртүрлі агрегаттық күйдегі жаңағы минералдарды, минералдарды түгел құрамын тау жыныстары деп айтамыз, Тау жыныстары нешеге бөлінеді, балалар? Қандай? Магмалы, шөгінді, және метаморфты деп үшке бөлінеді. Енді бүгін біздің сабағымызда тау жыныстары және минералдардың жіктелуімен, оның қасиеттерімен танысатын боламыз. Балалар, біздер табиғат аясында сабақ өтіп жатқандықтан ең бірінші біздер қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Қазір біз тау жыныстарын келген кезде қолыңызды жырып алмауды, жыраларға түсіп кетпеуді тау жыныстарын іздеген кезінде түрлі зиянкес жануарларды, мысалы, жылан кездесіп қалу, шаяндар кездесіп қалу, соның барлығына абай болып, жан-жақты бақылап жүріп, қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Білеміз ғой, практикалық сабақта қауіпсіздік ережесін, соны сақтаймыз. Мінекей, балалар, тастар тауып алып келдік па? Тастар тауып алып келсек, бәріміз қолымызға минералдарды ұстап тұрады. Енді минералдардың, балалар, біз қолымызға жинап келген физикалық қасиеттерін білуіміз керек. Естуіміз керек, физикалық қасиеттерін білуіміз керек. Енді ең басты минералдардың физикалық қасиетіне кәлеке ұстап қолымызға ұстайықшы, балалар, бәріміз. Ең басты қасиетіне оның түрі мен түсі, көріп отырсыңдар ма? Түсі бар ма түсі? Түрі мен түсі, сызылуы, иілгіштігі, қаттылығы, сынғыштығы, кристалдың құрылыста қолдану ерекшеліктері, сыртқы пішіні, міне көрдік па? Сыртқы пішіндері әртүрлі. Осының барлығы неге жатады екен, балалар? Жаңағы қасиеттеріне, физикалық қасиеттеріне жатады екен. Мысалы, түсін анықтаған кезде, балалар, мысалы, ең бірінші түсін анықтаған кезде бүйтіп айтамыз. Лимондай сары, аппақ түсті, міне көрдіңдер ма? Лимондай сары әртүрлі шөгінді жыныстары, тастар бар. Және біз қосымша, балалар, көріп тұрмыз да, біздің мектептен алып келген неміз бар. Тау жыныстарының коллекциясы бар, мысалы, мынау жаңағы 14-ші тұрған не екен, балалар, қарайық міне. Анықтайықшы. Ақ кварц, кварцтың түсі қандай, балалар, қараңызшы. Ақ, түсі ақ, жылтырлайды, көрдіңдер ма? Жылтырлығы қандай деп ойлайсыңдар? Көрдіңдер ма? Мөлдір әртүрлі болып кетіп тұр, Енді металдарды сонымен қатар балалар жылтырлығына қарай да анықтайды, жаңағы металдарды, минералдар, тау жыныстарының құрамында кездеседі. Мысалы, мынау металдай жылтыр көріп тұрмыз ба? Немесе жылтырлығы шамалы. Екеуін салыстырған кезде мынаны көріп отырмыз ба? Мынау жылтырды, мынау жылтырлығы не? Шамалы. Көріп отырсыңдар ма? Осындай қылып жаңағы тау жыныстарында не істейді екен? Анықтап отырады екен. Түсін анықтайды. Сосын сызылу ерекшеліктері бар, балдар. Сызылу ерекшелік. Мысалы, карандаштың сызылуымен, тырнақтың сызылуымен, мысалы, сіздер мына нені тауып алып кетіп тұрсыздар ғой, болады келе ғой. Ұстай ғой қолымен. Балалар әртүрлі металдар әртүрлі түс береді екен, бізге. Мысалы, кейбір металдар өзінің түсін жаңағы осындай түс болып тұрады да, осындай түс болып, бір түс болды. Ал кейбір металдар бар екен, перит. Мысалы, тақтада көрініп тұр, кәнеки. Тақтаға қарайықшы бәріміз, Перит металы күн сәулесі түседі ғой, күлгін түсті, әртүрлі сары түсті, болып әртүрлі өзгереді екен. Ал кейбір металдар бар, бір түс па жаратылды ма, сол түсімен тұрады. Ақ па, мысалы, ақ күйінде тұрады. Әктас па, ол әктас күйінде тұрады. Сендер көбіне, мысалы, мынау жыныс тауып алып қойсаң, ол әктасқа жатады, Әктас. Оның құрамын жаңағы Лұқпанмен балалар қарап қарасақ, манағы айтып кеткендей, шөгінді жыныстары, оның құрамында жаңағы әртүрлі бақалшақтар, теңіздің жануарлары болады, Кәнекей, Лұқпанмен жұмыс жасап қарап жіберейікші. Кәнекей, кім қарай ғой? Әртүрлі теңіздің тау жыныстарын көріп тұрмыз ба? Тау жыныстары, теңіздің жыныстары көріне ма? Теңіздің жыныстары не істеп тұр? Көрініп тұр екен, теңіздің жыныстары көрініп тұр. Жақсы. Енді металдардың балдар қаттылығын анықтауда, Мосс шкаласы қолданады. Оны ғылымға енгізген Мосс деген ғалым екен. Сурет сіздерге тақтадан істеп тұр, көрсетіліп тұр екен, Мосс шкаласында мысалы анықтаған кезде балдар карандаштың сызылу түсіне қарай көріп отырмыз, Сіздерге мен анықтадым. Карандаштың сызылу түсіне қарай, тиынның жаңағы батуына қарай бетіне, болат пышақтың қыруына қарай, мысалы, мынау міне тиынмен тиынмен үгітіліп тұр ма? Тиынмен үгітіліп тұр. Осының барлығы жаңағы Мосс шкаласында бар, осындай қаттылық дәрежесін істейді екен, анықталады екен. Ал мысалы кейбіреулердің
түсіне келетін болсақ, мысалы балғамен сындырып қалған кездегі түсін анықталады. Кәнекей мынау сындырып қарай ғой балғамен. Сындырып қараған кезде нақты мынау жаңадан мен ашылмаған түсі мына жерде осы жаңағы минералдың түсін көріп тұрсыңдар ма? Ортасындағы мынау қандай түс балдар? Сарғыш түсі беріп көріп отырмыз ба? Қандай түсі? Сарғыш түсі бізге көрсетіп тұр екен. Осындай сындыру анықталығына қарайды екен. Балалар, енді сіздерге минералдардың физикалық қасиеттерін анықтау сіздерге түсінікті болды ғой. Түсін, иілгіштігін, жаңағы сынғыштығын, сосын жылтырлығын, тағы не? Пайда болу жолын бәріміз жайлап анықтаймыз. Ол үшін мен сіздерге топтарға қазір мен таратып берейін. Осы бойынша топтарға бөлініп тұрып қоя, 3 топқа сол бойынша берілген мына жердегі металдарды тауып, жаңағы анықтап топпен жұмыс жасайық кәнекей. Топқа бөлініп жұмыс жасай қоямыз. Балғаменде қаттылығын анықтауға болады балалар. Балғаменде сындырып қаттылығын үгітлейді. Салмағы 386 нәтижесі сол салмағы пайда болды. Кәнекей балалар, біздер анықтадық па берілген минералдарды? Анықтадық, ә? Кәнекей бірінші топ сөйлей қояйық. Бізге тау жыныстарынан бор мен графит берілген. Бор ол түсі сүте ақ болып келеді. Мөлдірлігі мөлдір емес, жылтырлығы күнге шағылыспайды. Жылтырлығы шамалы иілгіштігі жоқ, көбіне сынғыш болып келеді. Қаттылығы жоғары, салмағы орташа, жеңілдеу болып келеді. Бордың пайда болуы теңіздер мен көлдерде өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарынан шөгінді жыныстар болып пайда болған. Графит көмірде қара, ол да мөлдір емес, жылтырамайды. Жақсы, өте жақсы. Айта берем. Келесі топ. Бізге тау жыныстарын салыстыру кезінде кварц пен магнезит береді. Оның анықтамалық белгілеріне келетін болсақ, кварцтың түсі ақ, жарық өткізгіштік қасиеті шамалы, мөлдірлігі күнмен шағылысады. Қаттылығына келетін болсақ, үгітілгіш, салмағы орташалау, пайда болу жолы метаморфты жолмен пайда болады. Екіншісі кварц, оның түсі ақшыл қара, мөлдірлігіне келетін болсақ, шанат сияқты, жылтырлығы шамалы. Бұл да үгітілгіш болып келеді, салмағы жеңіл. Өте жақсы. Бізге тау жыныстарын салыстыру кезінде әктес пен галенит келді. Бұл мына жаңа балалар мына өздерін тауып келген тау жынысы ғой, мына қолдарымызбен тауып келдік, солай ма? Әктестің түсі бұл ақшыл болып келеді. Галенит бұл жылтыр. Ал мөлдірлігіне келетін болсақ, әктестің бұл мөлдірлігі жоқ, шамалы. Жылтырлығына келетін болсақ, бұның жылтырлығы да жоқ. Иілгіштігі бұл үгітімді, бұл тау жыныстарының шөгіндісіне жатады. Қаттылығы бұның шамалы болып келеді, салмағы жеңіл. Галенитке келетін болсақ, бұның мөлдірлігі анық, жылтырлығы бар. Жылтырлығы бұл күнмен шағылысады. Иілгіштігі жоқ. Қаттылығы бұл әктеске қарағанда берік болып келеді. Салмағы бұл әктеске қарағанда ауыр болып келеді. Шамамен 2-3 граммдай. Балалар, шөгінді бортылдағы жыныстылар қатты жыныстармен салыстырғанда мынадай мысалы қолбадағы суға салсақ, олар тасталқан болып көрдіңдер ма? Жаңағы түрлі өзінің несін пішінін өзгертеді. Ал мысалы жаңағы қатты жолмен пайда болған тау жыныстарын суға салатын болсақ, міне ерігіштігі суда көріп тұрмыз ба? Енді қатты жолмен салатын болсақ, олар манағы біріншісі шөгіндінің еріді, екіншісі еріді ма балалар? Жоқ, еріген жоқ. Осылайда су арқылы ерігіштігінде байқауымызға болады екен, бұлға қасиетіне жатады. Жақсы балалар, бүгінгі практикалық сабағымызды қорытындылай келе, сонымен біздер жұмыс жасадық, практикалық түрлі минералдармен. Енді біздер не түсіндік бүгінгі сабақта? Кәнекей кім айтады? Тау жыныстарының пайда болуы мен олардың түсін, жылтырлығын, қаттылығын, иілгіштігін анықтадық және
күнделікті өмірде көріп жүрген тастардың олардың минерал екенін және олардың пайда болу жолдарын жақынырақ біліп таныстық. жақсы келесі Біз кім? бүгінгі практикалық сабақта тау жыныстарының қаттылығын мұз шкаласымен өлшенетінін жақсы өте жақсы балалар. Сонымен бүгін біздің табиғат аясындағы тау жыныстары және минералдардың қасиеттерін оқып үйрендік, солай ма? Мұз шкаласымен өлшенеді. Енді біз бұдан былай қарай қолымызға минералдар түссе, зерттеп, өзіміздің туған өлкемізде табиғатты көре отырып, қолымызбен практикалық жүзінде ұстай отырып, тау жыныстарының түрлі қасиеттерін аша білдік және түсіндік, және өздерінің өмірлерінде қолдана біледі.